Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қамыр жайып көрсететін боламын. Міндетті түрде дәл менің әдісіммен жайсаңыздар, дәл меніңкіндей әдемі домалақ және жұқа қамыр жайылып шығады. Барлық жерінің қалыңдығы бірдей болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, өзіңіздің пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз және каналға тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бізге күлше нанымызды осылай ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жайып жатқан кезде бір қолмен қамырды жылжытып отыруды ұмытпаңыздар. Бастапқы кезде дәл осылай бастаймыз. Және де барлық жері бірдей жайылуы керек. Үстінен баспаймыз. Ең алдымен осылай видеодағыдай бір қолмен тарта отырып, қамырды домалақтап бастайтын боламыз. Арасына ұн сеуді ұмытпаймыз. Міндетті түрде ұн себіңіздер, немесе жабысып қалады. Келесі кезекте қамырды аламыз, ортасынан баспаймыз, екі шетінен баса отырып қамырымызды домалақтап жаямыз. Қамырды 4 бөлікке бөлген сияқты қылып кезек-кезек аламыз. Қараңыздар, мен енді 3 бөлігім қалды. Дәл осылай айналдыра отыра жаятын боламын. Сонда жайған қамырларыңыздың сіздер қалыңдығы бірдей болатын болады. Сондықтан міндетті түрде 4 бөлікке бөліп, көзбен бөліп аласыздар. Сол кезде қамыр әдемі домалақ болып жайылады. 4 бөлікке бөлген кезде қыздар сіздер ойлап қалмаңыздар 4 бөлікті болып шығып қалады деп. Жоқ, олай емес. Ең бастысы көзбен бөліп аласыздар. Арасына ұн себуді ұмытпаймыз, тағы да айтамын. Міндетті түрде ұн себіңіздер. Қатты көп болмаса да орташа деңгейде ұн сеуіп, қамырды әдемілеп отырып жаятын боламыз. 2 рет жасап болғаннан соң сіздердің жайған қамырларыңыздың көлемі дәл осындай бола бастайды. Жаңағы бастапқы кезде көрсеткен процесс сияқты 4-ке бөліп аласыздар көзбен және сол қалыппен айналдыра отыра жая бересіздер. Ескертетін жағдай қыздар, бұл жерде ең бастысы қамырдың ортасын баспаймыз. Екі шетінен айналдыра отыра жаямыз. Қамырдың ортасынан бассаңыздар, қамырларыңыз сіздердің жұқа болып қалуы мүмкін. Ал шеті қалың болып қалады. Ал шетінен жайсаңыздар сіздер, ортасы өзінен өзі созылып, қамырдың қалыңдығының барлығы бірдей болады. Осыны ескеріңіздер. Міндетті түрде шетінен жаятын боламыз. Ортасын мүлде баспаймыз қыздар. Видеоны анық түрде қарасаңыздар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Дәл мен айтқандағыдай бірінші кезектегідей көзбен бөліп алып, айналдыра отыра жаятын боламыз. Міндетті түрде ұн сеуіп отыруды ұмытпаймыз қыздар. Ұн сеппесеңіздер, қамырларыңыздың арасы жабысып қалады және дұрыс та жайылмайды. Ұн сеуіп, сәл-сәл ұн сеуіп әдемілеп жайсаңыздар, қамыр өзінен өзі жұмыс жасауға өте ыңғайлы және әдемі болып жайылады. Қыздар, ескертетін жағдай тағы да сіздерден мындай сұрақ туындауы мүмкін. Мен қамырды жайып бастаған кезде қанша реттен айналдырып жаямын, қанша реттен айналдырып жайсам қамыр дәл осындай болып шығады деген сұрақ туындауы мүмкін. Қыздар, ол сіздердің жайып жатқан күлше нандарыңызға байланысты. Мүмкін күлше нандарыңыз кішкентай болуы мүмкін. Мүмкін менікінен де дәу болуы мүмкін. Ол өзіңіздің көз мөлшеріңізге қарап отырып жаясыздар. Ең басты процесстердің барлығын айттым. Көзбен бөліп алу керек және де қамырдың ортасынан баспай, екі шетінен әдемілеп жаю керектігін барлығын сіздерге түсіндірдім. Дәл қазір мен жайып жатқан қамырды мен кемінде 15-16 мәрте қайталап жайдым. Осымен біздің қамырымыз да жайылып болды. Тым жұқа қылып жібермеңіздер қыздар. Менен қандай рецепттер күтесіздер? Ойларыңызды жаза кетіңіздер. Міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.